Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің «Сіз білесіз бе» бағдарламасының жүргізушісі Айжолдаз Надирханова. Бүгінгі күннен бастап мен өзіңізге қызықты әрі таңғаларлық фактілер жөнінде баяндайтын боламын. Мүмкін бұл ақпарат сізге бұрыннан таныс шығар, алайда бұл бағдарламада оны тартымды әрі қызғылықты қылып жеткізуге тырысамын. Бүгінгі бағдарламада 29 қаңтар мен 8 ақпан аралығында арман қаламыз Алматыда өткен қысқы универсиада 2017 жайында айтып кетемін. Сіз білесіз бе, Алматыда өткізілуі туралы шешім 2011 жылдың 29 қарашасында Брюссель қаласында өткен Халықаралық университеттік спорт федерациясының мәжілісінде қабылданды. Ал сол кезде эксперттер бұл универсиаданы қатысуға өтініш тастаған елдердің саны бойынша ең қатысушы саны жағынан рекорд жасау мүмкін деп айтқан болатын. Сол эксперттердің болжамы артығымен орындалды. Айта кетсем, бұл универсиадаға әлемнің 55 елінен 2000-ға жуық спортшы қатысты. Сіз білесіз бе, универсиаданың операциялық бюджетіне бөлінген 17 миллиард ақшаның 50% тауар алуға, қазақстандық қызмет көрсетуіне жұмсалды. Сонымен қатар, шығынның көп бөлігі халықаралық телетрансляция, хронологиялық жүйе және нәтижелер секілді шығыстарды құрайды. Мүмкін көпшілік көрерменде неліктен көп ақшаны қажет етеді деген сұрақ туындап қалуы мүмкін. Алайда бұның бәрі қызмет көрсету орталығына байланысты, яғни физу талап етуі бойынша оны шетелдік ауқымды компаниялар жасайды. Сіз білесіз бе, әлемнің түкпір-түкпірінен 15 мыңдай ерікті болғысы келетін талапкерлер арасында 3000-дай ғана адам іріктелген болатын. Универсиадаға елімізден биатлонға 88 спортшымыз қатысып, басты 2 кезеңді тамаша қорытындыласа, 3-ші кезеңінде соңындағы 7 секунд аралығымен алтын жеңіс көрші еліміз Ресейге берілді. Тағы да бір қызық дерек, бұл конькимен жүгіру жарысында болған. 1500 метрге жүгіру барысында қазақстандық Екатерина Айдова қарсыласы және жарыс жеңімпазы атанған Александра Кочуркинадан 0,38 секунд қалып келіп, қола жүлдегер атанды. Байқағаныңыздай, кішкене уақыт аралығына қарамастан қазақстандық спортшылары универсиада кезінде өздерін жоғары көрсетіп, нәтижесінде лайықты 2-ші орынды иеленді. Осыған дейін Қазақстан универсиада кезінде 125 медаль иеленген болатын. Осымен бүгінгі бағдарламада универсиада туралы деректер айтылды. Ал сізге қояр қызық сұрағым бар. Кейбір адамдар бұл универсиаданы той секілді көреді, яғни күтілетін табыстың шығыннан көп болуына болжам жасауы. Ал сіздің ойыңызша қанша табыс күтілуде? Тапқырда зерделі тыңдаушымызға өзіндік сыйлық тартылады. Ал қалған тыңдаушыларымызға универсиаданың ұраны қанатында кең серпі деп биік белестерден көруіңізді тілеймін.